Әкеме айтып қоймаңыз. Қайсар Қауымбек. Олар өте бақытты отбасы болатын. Бірақ бір күні анасы ауру себебінен сүйікті күйеуі және енді ғана 3 жасқа толған сүйкімді қызын тастап, бұл дүниемен қоштасты. Сәби күн сайын әкесінен анашым қашан қайтып келеді деп сұрайтын. Ал әкесі қызын жұбатып, қызым, анаң өте алыс бір жерге жұмысқа кетті деп құшақтап ұйықтатады. Сөйте жүріп, қызы 6 жасқа шыққан жылы әкесі мейірбан, ақ көңіл бір әйелмен танысады. Бір күні әкесі қызына, қызым, анаң қайтып келетін болды. Сен анаңның түрін ұмытып қалған жоқсың ба деп сұрады. Кішкене сәби ар ойланып, бер ойланып, басын шайқайды. Әке қызын аяп кетті. Әрбір жағынан сәл де болса жеңілдеп қалғандай сезінді. Ол әлде бала ғой. Дәл сол сәтте есік ашылып, әлгі әйел кірді де құшағын кең жайып, қыздың есімін шақырады. Сәл таңырқап, жатырқап тұрған қызын әкесі, қызым, анашыңды танымадың ба? Тез, анашым деп шақыра ғой депті. Сәби ақырын адымдай басып барып, анашым деп құшақтай алды. Кешкі астан соң әйел қызға ілесіп, оның бөлмесіне кіреді. Екеуі көңілді әңгімелесіп отырғанда қыз, сіз менің анам емессіз дейді кенеттен. Әйел әр тосырқап, әр таңырқап қалды. Сәби қыз шошып қалған әйелдің қолынан ұстап, менің анам қайтыс болған. Мен оны атам мен әжемнің әңгімелерінен біліп алғанмын. Мұны тек атам мен және әжем үшеуміз ғана білеміз. Әкем мен басқалар білмейді. Олар әлгінге дейін анашымды тірі, алыс бір жерде жұмыс істеп жүр деп біледі. Жылап жіберуге шақ қалып тұрған әйелдің құлағына сыбырлап, бұл екеуміздің ортамыздағы сыр болсын. Әкеме айтып қоймаңыз. Ол білсе, сөзсіз азаптанып жылайды дейді, жаңа тапқан анасын құшақтап. Бұл сәтте есік сыртында үнсіз тыңдап тұрған әкенің көз жасы көл болған еді. طويل الشوق يبقى في اغترابي ثقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب بالتراب وأعجب من